жазушы Бағилма Қожахметова, Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы сыйлықпен ақын Нұржан Қуантайұлы, Иса Байсақов атындағы сыйлықпен жазушы Әмірхан Бейнеге марапатталған болады. Өзге 3 арнайы сыйлық өңіріміздің жазушыларына табысталды. Салтанатты түрде марапаттау үшін ағаларымызды қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Рамазан Тоқтаров атындағы сыйлықпен ақын Алаханұлы марапатталады. Ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Айдатас журналында Сарыарқа самалы газетінде шығармалары тұрақты түрде жарияланып келеді. Ондаған прозалық кітаптың авторы, Павлодар облысының мәдениеті мен әдебиетінің дамуына үлес қосып келе жатқан қадірлі қаламгер. Жүсіпбек Аймауытов атындағы сыйлықпен Байбосын Сайлау Әшенұлы марапатталады. Ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Ақбеттау журналының бас редакторы, өлкетанушы. Мәшһүр Жүсіп атындағы сыйлықпен Елікбай Зерек Төлеубайұлы марапатталады. Қазақстан жазушылар одағы Павлодар облыстық филиалының директоры, жазушы, ақын, филология ғылымдарының кандидаты, Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы университетінің профессоры, Әшбүкір Мұңы, Бөгенбай атты тарихи романдардың авторы. Естелік фото суретке сөйле шақырамыз. Жыл бойы хабар телеарнасы ұйымдастырған Асыл домбыра айтысында еліміздің ең үздік ақындары бақ сынады. 20 команда ішінен суырылып шыққан өмір айтыскерлері жоғары деңгейде өнер көрсетіп, жоба қорытындысында екінші орынға ие болды. Айтулы жетістікке жеткен сөз шеберлері Павлодар облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Қатыраш Абзал Қайратұлы, айтыскер ақын, облыстық және республикалық поэзия сайыстарының ақындар айтысының бірнеше үлкен жеңімпазы, республикалық тәуелсіздік тұғырым, тәуелсіздік құрдастары, ел жастарға сенімін айтыстарының жеңімпазы әрі жүлдегері. Құрметті қауым, бұл қатарда өмір намысын абыроймен қорғаған ақындар Нұрсұлтан Рымбай мен Нұрғанат Қайраттың да елеулі еңбегін атап өткеніміз жөн. Марапаттау рәсімін жалғастырамыз. Сөз өнерінің өркендеуіне қосқан үлесі үшін аталымымен келесі азаматтар марапатталады. Жұматов Ғалымбек Сағынбайұлы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, биыл 70 жас мерейтойын атап өткен қаламгер Жырлайды жүрек байқауын өткізді. Мемлекеттік тапсырыспен көңілдің толқын кездері кітабы жарық көрді. Шолпан Байқабыл ақын Қазақстан журналистері және жазушылар одағының мүшесі, Павлодар облысы мен Павлодар қаласының құрметті азаматы. 2023 жылы Таңшолпан кітабының екінші томы жарық көрді. Қоғамбай Жұмағали Бижанұлы, ақын, қоғам белсендісі, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, қаламгер өңіріміздің әдебиеті мен мәдениетінің дамуына сүбелі үлес қосып келеді. 2023 жылы Мәшһүр шапағаты мен тылсымы атты кітабы жарыққа шықты. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Павлодар облысының әдебиеті мен мәдениетінің дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқан қаламгер, тіл жанашыры 2023 жылы Адам қол және өмір сүр кітаптары жарыққа шықты. Қадырова Жанаргүл Әбдікәрімқызы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, жақында
Қазақстанның Франциядағы елшілігінде күзгі кездесу поэтикалық кешін өткізіп, француз жұртшылығын қазақтың қара өлеңімен сусындатты. Сапаров Хамит Көпжасарұлы, Қазақстан журналистері және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Май ауданының құрметті азаматы, бірнеше бір жинақтың авторы, шығармалары республикалық басылым беттерінде тұрақты түрде жарияланып келеді. Оралхан Айбек Тілеубекұлы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Алтын қарт, жылулық кітаптарының авторы, Алмагүл Жүгірісова туралы кітаптың құрастырушысы, Әзербайжанның әйгілі ақыны, Акбор Бошауылының Құранның бір түп мұсанат кітабының аудармасын жасады. Біздер фото суреттерге шақырамыз. Осындай марапатқа Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықтар достығы мен ынтымақтастығын нығайтуға үлес қосып келе жатқан қабырғалы қаламгер Кобинов Юрий Дмитриевич те ие болды. Айтыс өнерінің өркендеуіне қосқан үлесі үшін аталымында келесі азаматтар марапатталады. Мұхажанов Бейсенбі Мұхажанұлы, айтыс өнерінің ардагері, Қазақстан Республикасы, мәдениет саласының үздігі, Павлодар облысының және Ақтоғай ауданының құрметті азаматы, айтыстың қара нара атанған облыс ақындарының ардақты ақсақалы.